Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батулы қабырғаларын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Халыққа көмір 2 есе қымбат сатылады, делдалдардың табысы жарияланды. Бәсекелестікті қорғау және де дамыту агенттігі көмір саласындағы делдалдардың тыйылмай жатқанын мәлімдеді. Бүгінде көмір өндіруші компаниялар биржалық сауда-саттықты пайдаланады. Ол арқылы 3 миллион тоннаға дейін немесе көмірдің 71%-ін сатып отырады. Соның бәрін бірнеше минут ішінде 217 компаниясы сатып алады. Олар бірнеше жылдан бері өзгермей келеді. Делдалдарда қажетті инфрақұрылым, яғни қоймалар, түйу түсіру техникасы және де тағы басқасы жоқ. Ол өздері көмірді 2 есе қымбатқа сатады. Мысалы 2022 жылы желтоқсанда халық көмір ЖШС, Қаражыра, Ақын-ың, Каспий ТБ, Ақы тауар биржасы арқылы 120 мың тонна көлемінде көмірді орташа өлшенгенде бағасы 6500 теңге бойынша сатып алып, 12595 теңге үшін қайта сатқан. Қазіргі кезде 19 әкімшілік іс қозғалды. 6 тауар биржасы өз қызметін тоқтатты. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.